Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білесіз. Расында, қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр. Бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Бүгінгі мен Ильяс Есенберлиннің кітабын оқимын. Ильяс Есенберлин қазақ әдебиетінің жазушыларының бірі. Қазіргі оқитын тақырыбымыз адасқан ақын деп аталады. Асау дария, ертіс баяу қозғалған ғажайып айдаһар, тәрізді түсі суық толқыны, сұрғылт құмды жағасындағы етектегі тал. Кітап оқу миға жасалған жаттығу. Мысалы, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы өз білімін өз бетімен ізденуінің, кітапты көп оқуының арқасында бірнеше тілді меңгерді. Ал Максим Горький болса, мен өз бойымдағы барлық жақсылығым үшін кітапқа борыштармын деген. Ломоносовты жас шағында оқуға шамасы келмей, әбден есейген кезде оқыған. Сол секілді кітап оқудың еш кеші жоқ.